Сәлем, менің жақсыларым, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Бегім Талапқызы. Мен қазіргі таңда ағылшын тілін үйреніп жатырмын. Және ағылшын тілінде медициналық кітаптарды жақсы қазір оқып жатырмын. Осындай жағдайға жету үшін қандай кітаптар оқыдым? Және бір рет TOEFL экзаменін тапсырдым. Және қандай приложениялар, тегін приложениялар арқылы ағылшын тілін мықты меңгеруге болатынын айтып өтемін. Мен Астана қаласынан бірінші мынадай TOEFL IBT деген кітап алдым, Капландікі. Арқасында мынадай екі дискісі бар. Осы дискісінің ішінде әртүрлі нелері бар, приложениясы. Соны компьютерға орнатып дайындалсаңыз болады. Тест, яғни тапсырмалар бар, соны орындап өзіңіздің біліктілігіңізді арттырсаңыз болады. Сонымен қатар мына Климнің 700 новых устных тем деген бар, мынаның ішінде топиктар бар өте мықты. Сосын Ерофеева мен Логинованың тоже современный устных тем по английскому языку деген кітабы бар. Сонымен қатар, егер сіз енді бастап келе жатсаңыз, сізге жеңіл кітаптардан бастаған дұрыс. Қазір сіздерге айтып өтем. Қараңыздар, мынадай балаларға арналған ертегілер бар ғой ағылшын тілінде. Осыдан бастаңыздар. Осыны түсініп, яғни оқып бастаңыздар және мықты түсінуге тырысыңыздар. Сол кезде сіздер ағылшын тіліндегі сөздік қорларыңызды жақсартасыздар. The Brave Tin Soldier, оловянный солдатик, да? Остров сокровищ деген кітап бар. Всадник без головы ағылшын тілінде. Приключения Тома Сойера бар. Сонымен қатар маленький оборвыш деген осындай кітаптар бар. Бастапқыда сіздер осындай кішкентай хикаялардан бастасаңыз өте мықты болады. Жарайды, оқып берейін, сіздерге оқып берейін. Кейбіреулер рас оқи алады ма, оқи алмай ма деп ойлап қалуы мүмкін. The Brave Tin Soldier, Chapter 1. Look at this happy little boy. Do you know why he is happy? He has birthday today. And he has got 25 tin soldiers as a present. Tin soldiers? Tin soldiers! How nice they are! The little boy claps his hand and begins to set them up on the table. The tin soldiers are really very nice. They are all brothers because they are made of the same old tin spoon. The soldiers have guns on their shoulders and wear beautiful red jackets and blue trousers. The soldiers are all alike. Only one of them is different. He has only one leg because the spoon was not big enough for 25 soldiers. Осылай кішкене хикаялардан бастап, мына кітаптардың ішінде өзінің тапсырмалары болады. Сол тапсырмаларды орындап, ағылшын тіліңіздің деңгейін көтеруге болады. Енді тегін қандай приложениялар бар? Мен сіздерге айтсам, тегін приложения ең бірінші сіздер Duolingo деген приложениядан бастаңыз. Бұл өте жақсы, тегін, яғни кей кезде сіздің мынандай очколарыңыз бітіп қалса, тегін реклама қарап, ары қарай жалғастыра берсеңіз болады. Бір жақсы жері Duolingo'ны, яғни бітіріп, содан кейін Duolingo'ның экзамені бар. Сол экзаменді тапсырсаңыз, сол сертификатпен сіз шетелге оқуға бара аласыз, грантқа түсе аласыз, немесе жұмыс істей аласыз Америка құрама штаттарында және тағы басқа. Сондықтан керек болады. Мен мына төменге ссылка қойып кетем, Duolingo'ны сол ссылка бойынша өтіп, скачать етіп, яғни Duolingo'мен айналыссаңыздар болады. Бұл өте жақсы мүмкіндік болашақта өсу үшін, яғни карьераңызда және ақша жағынан өсу үшін ағылшын тілін үйреніңіздер.
Ағылшын тілі қазір әлемдік тілдердің бірі, және егер сіз ағылшын тілін білсеңіз, сізге өте көп есік ашылады. Яғни балаларыңыз болса, ағылшын тілін үйретіңіздер. Менің балаларым қазір 5 жаста, біреуі 3,5 жаста. Біз ағылшын тілін үйренуді бастап кеттік. Сау-саламат болыңыздар. Егер пайдалы болса, лайк қойып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Бегім Талапқызы. Сіздердің білімді, сауатты және ақшаларыңыз көп болғанын қалаймын.